денсаулық бұл ең басты байлық екенін ұмытпайық достар. Пияздың емдік қасиетін көпшілігіміз білеміз. Суықтап ауырғанда көбірек пияз жейміз. Мұрыннан су аққанда пияздың сөлін тамызамыз. Тіпті жүрек пен бүйрек ауруына да пияздың шипасы бары белгілі. Ал пияздың қабығы туралы не білесіз? Оның емдік қасиеті орасан зор екенін естігенсіз бе? Пияздың қабығы Е, Б, С, ПП дәрумендеріне, калий, магний, темір, мырыш және күкірт элементіне бай. Сонымен қатар құрамындағы каротин, кверцетин сынды заттарының арқасында вирусқа, инфекцияға қарсы күресетін күшке ие. Пияздың қабығы терінің саулығын жақсартады әрі жасартады. Жүрек қан-тамыр ауруларының алдын алады. Еркектік қуатты да артырады. Иммунитетті нығайтып, рак ауруымен күреседі. Ағзаны шлактан тазалайды. Аяқ ауруларын емдейді. Шаршауды басып қуаттандырады. Ағзаны құрттан арылтады. Ішек жолдарын реттейді. Асқазанның жұмысын жеңілдетеді. Мидың қан тамырларын тазалайды. Қан қысымын қалпына келтіреді, қақырықты түсіреді, несеп жолдарының жұмысын реттейді, терідегі безеу мен экземаның жазылуына септігін тигізеді. Сонымен қатар варикоз, геморрой, белсіздік және атеросклероз ауруларынан айықтырады. Ағзадағы артық тұзды шығарып, буынның айналасындағы ауруларды емдейді, инфекциямен күреседі. Суыққа, вирусқа, саңырауқұлаққа қарсы шипа. Қайызғақ, табанның қотырын, тері ауруларын, қабыршықтануды, терінің сезімталдығы мен тегістігін де емдейді. Бұлшықеттердегі ауырлықты, шаршауды, күйзелісті болдырмайды. Сондай-ақ шаштың түсуін тоқтатып, қайраттандырып, қуаттандырады, әрі жылтырлығын арттырады. Пияз қабығын қалай дайындап қолданамыз? Бүйректі емдеу үшін 2 ас қасық ұсақталған пияздың қабығын 2 стакан суға салып отқа қойып қайнатамыз. Бір қайнап шыққан соң қақпағын жауып қойыңыз. Шамамен 30 минуттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 ас қасықтан күніне 5 рет ішесіз. Қан қысымы жоғарылаған кезде пияз қабығынан шай демдеп ішетін болсаңыз, қан қысымыңызды ретке келтіреді. Ол үшін 1 стакан қайнаған суға 1 ас қасық ұнтақталған қабықты салып, 15-20 минуттан соң сүзіп алып шай ретінде ішесіз. Бұл шай қан қысымын реттеп қана қоймай, сыңырдың тартылуын қойдырады, әрі ісінуді болдырмайды. Сонымен қатар бас ауруынан айығып, суық тигізуден де сақтайды. Тәбетіңізді арттырып, қан тамырларды тазалайды. Егер де холестериннен құтылғыңыз келсе, тамырдың саулығын арттырғыңыз келсе, мына тұнбаны дайындап ішіңіз. Ол үшін 1 ас қасық ұнтақталған қабықты 1 стакан араққа саласыз. 2 аптадай күн тимейтін жерге тұндырып қою керек. Осы уақыт өткен соң тұнбаны сүзіп алып, 20 тамшы өсімдік майына қосасыз. Дайын болған тұнбаны 2 апта бойы тамақтанудан жарты сағат бұрын қабылдап жүресіз. Жүрек ауруын емдеу үшін 2 ас қасық пияздың қабығын, жарты қасық бақбақ тамырын және жарты қасық мыңжапырақ шөбін араластырасыз. Оны 1,5 литр қайнаған суға салып тұндырасыз. Шамамен 15-20 минуттан соң сүзіп алып, 150 мл дейін ішесіз. Емді тамақтанудан 1 сағат бұрын қабылдайсыз. Емдеу мерзімі 10 күн. Сонымен қатар, егер сіздің тамағыңыз жиі ауырса, пияз қабығының үстіне қайнаған су құйып, сүзгіден өткізіп, тамағыңызды шайыңыз. Тұмауға тап болсаңыз, қайнап жатқан суға 4 ас қасық ұнтақталған пияз қабығын сеуіп, 3-5 минут ыстық сумен дем алыңыз. Қатты жөтелсеңіз, 2 стакан суға 2 ас қасық пияз қабығын салып, 15 минут қайнатыңыз және міндетті түрде сүзгіден өткізіңіз. Күніне 3 рет тамақ ішерден жарты сағат бұрын 50 мг қабылдаңыз. Пияз қабығының қайнатпасын халық медицинасында көптеген ауруға қарсы қолданады. Жоғарыда айтқандай, оның құрамында дәрумендер мен пайдалы элементтер көп. Сондықтан әртүрлі ауруға қарсы белсенді күресе алады. Егер де сіздерге айтқан ақпаратым ұнаса, лайк басып, комментария қалдырып, каналыма тіркеліп, маған қолдау көрсетулеріңізді өтінемін. Сіздердің қолдауларыңыз мені шабыттандырады. Ал достар, ауырмаңыздар, көп жасаңыздар.
сауда саламат болыңыздар.